Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында пицца жасаудың жолын көрсетемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құйып, оның үстіне тұз, қант және ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын сұйық май құямыз, араластырамыз. Онды да салып, алдымен венчикпен, сосын қолмен жақсылап илеп қамыр шығарамыз. Қалған сұйық майды құйып, жақсылап илеп жібереміз. Бізде қолға жабыспайтын әдемі қамыр шығады. Оның үстін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында біз салмамызды дайындаймыз. Кез келген салманы қолдансаңыз болады, барлығы өз қалауыңызша. Көріп тұрғаныңыздай, мен бүгін сосиски, қызанақ, қияр және болгар бұрышын қолдандым. Қамырымыз ашып дайын болды. Енді тапамызды майлап, оған қолмен осылай қамырымызды жайып шығамыз. Қамырдың үстін кетчуп немесе майонез араластыра отырып, осылай кондитерлік кесочкамен жағып аламыз. Үстіне кішкене ғана сырды үкіштен өткізіп себеміз. Сосын қалауыңызша салмаңызды сала бересіз. Ең бастысы қызанақты бірінші болып қоюға болмайды, себебі қамырыңыз бұлжырап, піспей қалуы мүмкін. Сосын қызып тұрған пеште 220 градуста пиццамызды 10 минуттай пісіріп аламыз. Сол уақыт аралығында сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Кейіннен піскен пиццаның үстіне сырды сеуіп, 1 минутқа немесе 2 минутқа қойып алсаңыздар болады пешке. Сол уақыт аралығында ірімшік әдемілеп еріп дайын болады. Осылайша біздің өте дәмді әрі жұп-жұмсақ пиццамыз дайын. Ас болсын. Ұнаған болса лайк қойып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.